Assalamu алейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Кеше айтқан болатынмын, бір жақсы мәміледе қайттым деп, анандай бір жақсы көңіл күймен қайттым деп айтқан едім ғой. Оның себебі бар. Жалпы енді Ақырек екеуміз екі жаққа кеткелі бізде андай сөйлесу, кездесу вообще мүлдем болған жоқ негізінде. Сондықтан 2 күннен бері кездесіп қалдық. Мысалға Айбек пен Эдоштың шыққан күні, және де кеше туған күні болды. Ол жерде де кездесіп қалдық. Енді ол біз кінәлі емеспіз деп ойлаймын. Ол біздің ортақ достарымыз, ортақ танысымыз, біздің ортамыз енді кішігірім. Бірақ менде анандай дүние болды да. Екі жаққа кеткелі бұл адам маған ренжіп қалды ма екен, ішінде бірдеңке ұстап қалды ма екен деп мен өзім жек көремін. Адам маған ренжіп бірдеңке сақтап қалса мысалға да. Сондықтан ренжіштім кезінде қаншама сөздер болды, қаншама көз жастар болды. Енді мен шыны керек барып бір сөйлестім. Ренжісің бар ма, жоқ па? Ешқандай ренжісім жоқ. Бәрі жақсы, дым уайымдамаңыз деді. Мен соған енді разы болдым. Бір жеңілдеп қалғандай болдым. Артық ештеңке болған жоқ.